Сәлем достар, менен жаңа рецепт қабыл алыңыздар. Менің видео рецепттерім ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші картобымызды майдалап турап, ыдысымызға салып, су құйып, ішіне кішкене тұз салып, 20 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Ол дайын болғанша котлетімізді дайындайық. Пиязымызды турап, блендермен майдалап езіп аламыз. Егер блендер болмаса, теркадан өткізсеңіздер болады. Теркадан өткізіп, осылай пияздың суын сығып, құрғақ күйінде фарштың үстіне саламыз. Келесі кезекте сәбіз бен картобымызды да турап, блендермен езіп, тек құрғақ күйінде фаршымызға қосамыз. Егерде бұларды согымен қосатын болсақ, котлетіміз бірікпейді, сондықтан осылай жасау міндетті. Одан кейін татымына қарай тұз, қара бұрыш салып, араластырып, қолмен ұрамыз. Қатты үстіп соғып ұрыңыздар, сол кезде котлетіміз жақсы бірігеді. Қолымызбен дөңгелетіп, котлеттің формасын шығарып, панировочный сухариға батырып аламыз да аунатып, қызып тұрған майға қызарғанша пісіріп аламыз. Орташа отта екі жағын аударып, қызартып пісіріп аламыз. Котлетімізді мантаваркаға салып 20-30 минут көлемінде буға пісіріп аламыз. Ал дайын болған картобымызды суын төгіп, кішкене ғана түбінде су қалдырамыз да, ішіне сары май, сүт құйып, миксермен езіп аламыз. Сол кезде сіздерде түйіршіксіз әдемі пюре пайда болады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.